Ашытылған капустада дәл осылай өте пайдалы. Ондағы ашыту процесі ас қорыту жолындағы патогендерді басады, зиянды бактериялардың көбеюіне жол бермейді. Ол тек бактерияларға емес, кейбір зиянды ашытқыларға, грибоктармен мен көгерулерге де қарсы әсер етеді. Сондықтан ашытылған өнімдер ішек үшін өте маңызды. Екі өнім де тоңазытқышта жақсы сақталады. Ашытылған капустада лактобактерия мөлшері сәл көбірек, ал ол ішек пен иммунитет үшін аса қажет. Кинчи мен ашытылған капуста табиғи бактериоцидтер түзеді. Бұл заттар кәдімгі антибиотиктер сияқты ішектегі пайдалы микрофлораны жоймайды, керісінше зиянды бактерияларды ғана тежейді. Кей жағдайда антибиотикке төзімді микробтар көбейгенде, дәл осындай ашытылған өнімдер ағзаға көмектеседі. Екеуіне ортақ тағы бір үлкен артықшылық, олардың крестгүлді көкөністерге жатуы. Бұл көкөністерде глутатион көп, ол ағзаны зиянды